Так, сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге глич переход туралы айтамын. Ол деген не, және де оны қалай қолданған дұрыс. Так, мысалға мына екі дайын видеом бар. Осы екеуінің арасында ешқандай не жоқ, тез өсіп кетеді мысалы. Өзінің стандартный переходтарында қолдануға болады, но мен сізге бүгін именно глич переход туралы айтатын боламын. Сонымен глич переход. Так, тексеріп алайық мынаны мысалға. Қайсысын айтты? Осыны қойып көрейік. Қараңыз, бүйткенде не шықпауы мүмкін? Дыбыс шықпауы мүмкін. Сондықтан бірінші мында лақтырып аламыз. Үлкейтіп алайық. Бұл видеоларда мен специальный галочка қойып қойған едім, негізі. Именно мынада қойылмаған екен. Бүйтіп ең максимальный жапқан кезін тауып аламыз. Осы жерін тауып алдық. Осы жерге бұна добавить маркер дейміз. Именно белгілеп тұрып маркер басамыз, сонда мына видеоның өзіне қояды, мына жерге емес. Мысалға, бұлай белгілеп тұрып қоятын болсақ, ол мынаған қойды да, линияға. Ол бізге керек емес. Именно мында қойғанда стыкқа қойылады спокойно. Мысалға қараңыз. Бұлай тұрма? Бүйтеміз ғой, өзі тауып алады. Ендігі мәселе, мынаны қараңыз. Мына бүйтіп қара болып кетті, қап-қарадан ат шықты да. Ол үшін мына қараны деген более прозрачный қылу үшін не істейміз? Осылай белгілеп аламыз. Мына эффектінде отырамыз. Белгілеп аламыз. Оң жақ жоғарыда элементы управленияға кіреміз. Непрозрачностьта режим смешивания обычный емес, исключениеға барсамыз. Байқадыңыз ба, кетіп қалды. Енді қарайық. Көрдіңіз ба? Тағы бір келесі переходты көрейік. Осыны қойайық. Мынада уже галочка не тұр, көрдіңіз ба? Автоматически өзін істеп алды. Так, енді рендерға жіберейік те, қалай шыққанын көрейік. Ctrl-S, Ctrl-M. Дайын болды. Шығамыз, видеомызды көреміз. Все, осымен бітті. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып қойыңыз. Подписаться етіп қойыңыз, және де жаңадан шығып жатқан видеолар жіберіп алмас үшін колокольчик басып қойыңыз. Тағы қандай видео шыққанын қалайсыз, комментарийға айтып кетерсіз. Сау саламатта болыңыздар. Так, мына глич переходтарды мен дайындап қойдым, жымат етіп. Оны біз Telegram каналыма менің Lek Visual деген сонда жіберіп қоям, осынан ала аласыздар. Және де оны қайдан табамын десеңіз, Telegram каналды мына видеоның астында закрепта тұр сілтемесі. Міне келді. Сау болыңыздар.